Бағдарламамыздың өткен шығарылымында желім бөтелкеден керек бұйымдар жасауға арналған кеңестермен бөліскен едік. Бүгінгі сол кеңестерімізге қосымша сыйлыққа арналған қорап, көрікті ілмек шам, зиянды газдардан қорғануға арналған бұйым мен балаларға арналған көпіршік ойыншық жасап көрсетеміз. Бірінші кеңесіміз. Желім бөтелкені пышақ көмегімен теңдей қырқып аласыз. Сызғыш көмегімен сыйлық көлемінде орап, шеттерін сызып, қайшымен қырқып алыңыз. Төрт бұрышын теңдеп, екі желім бөлшегін бір-біріне кигізіңіз. Қорапшаңыз дайын. Келесі бұйымға 5 литрлі желім бөтелке қажет. Жоғары бөлігін қырқып алып, өзіңіз қалаған түске бояңыз да талғамыңызға орай көркемдеп шығыңыз. Ток сымдарын жалғаңыз, сіздің шамыңыз дайын. Сан түрлі келеңсіздіктерге тап болуыңыз мүмкін. Біле жүріңіз, олы газ толы бөлмеде қалып қойсаңыз, осы желім бөтелке сізге таптырмас көмекші. Бет пішінін өлшеп, бөтелкені айнала кесіп алып, денеңізді тіліп кетпес үшін жапсырма көмегіне жүгініңіз. Бірнеше минуттардан кейін қауіп-қатер сейілетін болады. Балаңыз мазасыз. Қолдан көпіршік ойыншық жасап берсеңіз, тынши қоюы бек мүмкін. Желім бөтелкенің астыңғы бөлігін кесіп алып тастап, біздің ісімізді қайталаңыз. Күнделікті тұрмыста жоқтан бар жасауға болатынын аңғардыңыз. Кеңестеріміз кәдеңізге жарасын.